Саламатсыздар ма менің YouTube көрермендерім? 2 сәуір күні таңда ай толуы болады. Бұл ай толуы таразы белгісінде болатын болады. Енді бұл таразы белгісіндегі ай толуы бүкіл адамдарға қатысты бұл. Бірақ таразының тақырыбында болады деген сөз. Таразы қандай белгі? Қарайықшы, таразы адамдардың көңіліне қарайтын, ұрсып жатқан адамдарды татуластыратын, сұлулыққа, махаббатқа деген бір ұмтылысы бар, общение контактыны қалайтын белгіге жатады. Бірақ бір кемшілігі көп таңдаулар жасап уақыт жоғалтуы мүмкін. Немесе өзіне кішкене сенімсіздіктері болуы мүмкін. Әрі бір творчество, поэзия, сурет өнері, бір көптеген бір мүмкін әдемі ән айту, бір өнерлері бар белгіге жатады. Енді қазіргі таңда транзитті түрде күн тоқты белгісінде тұр. Тура таразы белгісімен тоқты бір-біріне қарсы бетте орналасқан. Bir жақта күн тұр, бір жақта ай тұр. Ай толуы дегеніміз осы. Екеуінің бір-біріне тура 0 градуста қарсы тұруы. Осы кезеңде ай толады. Бұл дегенімізде біздің ішкі қалауымыз бен сыртқы қалауымыздың екі жаққа кетуі, екеуінің үндеспеуі. Ішкі қалауымыз басқа болады, ал сыртқы жақ басқа болады. Міне екеуінің ортасынан бір үндестік, балансты табуымыз керек деген сөз. Саған да емес, маған да емес деген ортақ шешім қабылдану керек. Болмаса ортада конфликті туындауы мүмкін, түсініспей қалушылық болуы мүмкін. Немесе бір күтілімдеріміз орындалмай көңіліміз қалуы мүмкін деген осындай ай толуы болады деген сөз. Және бір романтикалық та кезең болады. Егерде бірін-бірі түсінген кезеңде ортада бір керемет романтикалық уақыт өтетіні. Сүйгенімізбен қол ұстасып, немесе бір үйленіп тұрмысқа шығатын адамдар, немесе бір-бірімізбен қасымыздағы адаммен жақсы тіл табысатын, сыйлықтар келетін, әдемі сөздер еститін уақытымыз деген сөз. Немесе бұл тек қана махаббатпен шектелмейді ғой қарым-қатынас. Бұл біздің туысымыз болуы мүмкін, жақын ең жан досымыз болуы мүмкін, көршіміз, бір туған туысымыз, міне солармен де бір қарым-қатынасымыз анықталынатын уақыт. Жұмыс берушімен ортада, клиенттермен қарым-қатынаста деген сөз. Енді бұл қай белгілерге көбірек әсер етеді? Бұл ай толуы 17 сәуірге дейін созылады. Келесі жаңа ай туылғанға дейін. Келесі жаңа ай толуы тоқты белгісінде болады себебі. Бұл жолы таразда, ал келесі жаңа айдың толуы 17 сәуірде тура қарсы бетте тоқты белгісінде болады. Сонда қазір не дейді? Бір адамдармен қарым-қатынасыңды анықтап ал дейді. Бір ойын тәртібін алдын ала бір-біріңменен сөйлесіп ал дейді. Ішіңдегіні шығар дейді, айт дейді. Ортақ бір армандарыңды жеткіз, жүрегіңнің қалауын жеткіз дейді. Одан соң барып шешім қабылда дейді. Себебі бұл ай толуы ғой, бір нәрсеге көзіміз жету, тоқтамға келу, бір нәрсені аяқтау, жабу. Одан соң бұған оралмау бұл тақырыпқа. Ал тоқты тек мен деп қалған белгі. Себебі тоқты болу деген өзгелердің айтамай тұрған нәрсесін айтушы, бастаймай тұрған нәрсесін бастаушы болып бірінші белгі. Сол жерде себебі 17 сәуірде жаңа айдың толуы болады. Сол уақытқа дейін қазіргі біздің айналысатын тақырыбымыз ол таразы белгісінде болады. Қарым-қатынас. Ал тоқты белгісінде ертең 17 сәуірде жаңа ай толады да, енді біз барлық қарым-қатынасымызды анықтап алып, ойын тәртібі, ереженің бәрін екі жаққа түсіндіріп алып, енді тек алға қарай қадамдар жасайтын кезеңіміз басталады. Оған әрине мен сол уақыты жеткенде тоқталатын боламын. Енді таразы белгісіндегі айдың толуы, әрине аты айтып тұрғандай, таразы белгісі сіздерге қатысты ай толуы болады. Сіздердің нақты бір шешімдер қабылдайтын, сіздердің өмірлеріңізге сатып алулар, тілектер орындалулар, бір махаббат, немесе емделу, алыс жақын жерге бір шығып кететін, ақшаны жинап енді бір сатып алу жасайтын, бір шешімдер қабылдайтын кезеңдеріңіз. Әрі бұл бір аяқталу, жабу, көзіңіз ашылуы. Сондықтан да бұл аралықта бір жеміс көресіздер. Осы уақытқа дейінгі бір қарым-қатынасыңыздың жемісін көресіздер, былайша айтқанда, кез келген салада. Барлық таразыға қатысты ақпарат бұл. Бірақ соның ішінде де мен үнемі айтып отырам, нақты нүктелерінде. Бұл 1 октябрь мен 10 октябрь аралығындағы таразылар мен істерге қатысты ай толуы болады деген сөз, нақты нүктесі. Бірақ басқа да таразылардың барлығына қатысты. Себебі таразы белгісінде сіздердің басқа да ғаламшарларыңыз болуы мүмкін. Әрі бұл ай толуы сіздердің бір 6 ай бұрынғы
бір оқиғалардың жемісі болуы мүмкін. Сол уақытта бір алдыңызға жоспар қойған болсаңыз, немесе сол уақытта бір адаммен танысқан болсаңыз, немесе сол уақытта бір жерге жұмысқа, кәсіпке бір құжат тапсырған болсаңыз, немесе бір ой келген болса, бір соның енді жеткен жетпеген жетістігіңізді көретін уақытыңыз да болады деген сөз. Егер естеріңізге ала алсаңыздар, ол сентябрь айында болған 2025-тің тура таразы белгісінде жаңа айдың туылуы болған. Сол кезеңде жаңа ай туылды, енді 6 айдан кейін соның жемісін көру, ай толуы болып жатыр енді. Бірақ бір шарты ол жүрегіңіздің бір қалауы, өзіңізден сұрауларыңыз керек бұл жолы. Себебі кеше ғана 19 наурызда жаңа айдың туылуы бізге сондай тақырыпты берген. 17 сәуірге дейін аралықта бір жанының қалауын жасауын керек. Тағы таразы белгісіне қарсы бетте орналасқан ол тоқтылар сіздерге қатысты болады. Бүкіл тоқтылар бұл сіздің тура қарсы бетіңізде болып тұр, сондықтан сіздің қасыңыздағы адам, сүйген адамыңыз болар, ол басшыңыз болар, ол сіздің досыңыз болар, солардың өміріне келген бір өзгерістер арқылы сіздің өміріңіз өзгеруі мүмкін. Немесе қасыңыздағы адам бір үлкен сатып алу жасауы мүмкін. Немесе бір өзге елден өз еліне оралуы мүмкін. Үйленіп тұрмысқа шығуы мүмкін. Немесе маңызды өмірінде оқиға болуы мүмкін. Сол сізге жанама түрде әсер ететін болады деген сөз. Және тоқтылар, бұл тағы да тура сіздің қарсы бетіңіздегі адам бір шешім қабылдауы мүмкін. Ол сізге әсер етуі мүмкін. Сізді жұмысқа шақыру мүмкін. Немесе сізді жұмыстан шығару мүмкін. Немесе бір махаббатыңыз талқылануы мүмкін. Әйтеуір қарсы бетіңіз. Сондықтан сіздердің бір нағыз көп сіздердің өмірлеріңізге ситуация келетін уақыт болады деген сөз. Және бір нағыз романтикалық кезеңде кешірулеріңіз мүмкін. Немесе дәл осы уақытта бір врачыңызбен келісімге келіп емделуге баруыңыз мүмкін. Әр қайсыңыздың әртүрлі салаларыңыз ойнайды. Бұл бүкіл тоқты бір деген сөз емес, әр қайсыңыздың асцендентіңізге байланысты. Ол әрине жеке прогноз. Және ауа белгілері егіз сұлығыштар сіздерге өте жағымды үшбұрыш, жағымды аспекті, қиындықсыз келетін сәттіліктер. Бір жаңағы бір терезеден бергенде, бір диваннан тұрып қимыл жасасаңыз болды, звонок жасасаңыз болды, сөйлессеңіз болды, бір ой келсе болды, соған кішкене қимыл жасасаңыз, тез сіздің өміріңізге бір жағымды аспекті құрады осы. Бұл да 17 сәуірге дейін созылады. Сондықтан кездесуге барыңыздар, егер махаббат керек адамдар болса, жұмысқа тұратын адам болсаңыздар, жан-жақтан іздеулер жасаңыздар жұмыс орындарын. Тест экзаменнен өтіңіздер, оның үстіне қазір Меркурий мен Юпитердің өте жағымды аспектісі тұрады. Бүкіл осы ай толуы болып жатқан аптада. Нағыз тест экзаменнен өтуге, құжат тапсыруға, халықтың алдына шығып бір нәрсені сөйлеуге, немесе үй, жер, сондай бір құжаттарды тапсыруға өте жақсы уақыт. Әрі ішіңіздегінді бір шығаруға, айтуға, талқылауға керемет уақыт. Қасыңыздағы адамдар сізді еститін болады. Нақты нүктелерінде айтып өтіп кетейін. 29 март пенен 8 сәуір аралығындағы туылған тоқтыларға көбірек әсер ететін болады, және барлық тоқтыларға. Ал енді егіздерде 30 мамыр менен 10 июнь аралығындағы туылған егіздерге, және 29 январь менен 5 февраль аралығындағы туылған соғығыштарға жағымды әсер ететін болады. Ал енді трансформация жағынан кімдерге әсер етеді? Бұл трансформация дегенде бір нәрсенің бір өліп, қайтадан бір жаңа қарым-қатынасының пайда болу. Немесе менімен бұлай қарым-қатынас жасауға болмайды деп, енді басқаша бір қарым-қатынасты үйрену. Сіз өзгелермен, немесе сізге өзгелер. Бір шекараңызды ұстасыз, немесе бір дүние мүлікті талқылайсыз. Сол арқылы бір кішкене стресс арқылы, бір қиыншылық арқылы бір нәрсені шешу, аяқтау. Немесе бір ойыңыздың қате екенін біліп, басқа бағытқа қарай бұрылу. Бұл да болуы мүмкін трансформация. Бұл мына 30 декабрь менен 5 январь аралығындағы туылған тау ешкілер. Сіздерге бір трансформациялық уақыт болатын көрсетіліп тұр. Және 30 июнь менен 8 июль аралығындағы туылған мына шаяндар. Сіздерге бір трансформациялық уақыт болады. Бір ойларыңызды өзгертесіздер. Немесе бір қарым-қатынастар талқыланатын болады. Сол арқылы бір істерді шешесіздер. Негізі трансформация жүрген жерде адам бір ақшаға қол жеткізеді, немесе бір нәрсені бір кеспей қалушылық арқылы артынан бір үлкен нәрсе шешіледі осы аралықтарда деген сөздерде.
мықты айт болсын, баршаңызға сәттіліктер.